Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз және де миксерді қажет етпейтін, дәл осылай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын, көтеріліп шығатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміз бөлме температурасында болуы қажет. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Массамыз біркелкі түске енгенше жақсылап араластыруымыз қажет. Ендігі кезекте бір шай қасық қопсытқышымызды осылай ұнымыздың үстіне салып, електен өткізіп, ұнымызды осы массамызға қосатын боламыз. Міндетті түрде бірнеше бөлікке бөліп салуға тырысыңыздар. Егер ұнды бірден салып жіберетін болсаңыздар, біздің пирогымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Біздің массамыз дайын болды. Енді арнайы формамызға саламыз. Алдын ала қызып тұрған печкеде 170 градуста 20-25 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.